Welcome back to English with Jadra. Бүгін сіздермен мінез-құлықты сипаттайтын 5 сөзбен танысамыз. Мінез-құлық ағылшын тілінде personality болып аударылады. Ал кеттік. Біріншісі reliable, сенімді. A reliable friend, сенімді дос. Мысалы, he is so reliable when his friends need his help, he is always there. Оның сенімді болғаны сонша, достарына көмек қажет болған кезде ол әрқашан сонда. Екіншісі, honest, адал. Мысалы, Anderson seems to be an honest person. Андерсон адал адам сияқты. Үшіншісі, patient, шыдамды. Мысалы, Susan is very patient with the children. Susan балалармен өте шыдамды. Төртіншісі, responsible, жауапты. Мысалы, my sister is such a responsible student. Менің сіңлім сондай жауапты студент. Бесіншісі, creative, креативті шығармашылық. Мысалы, Michael is really good at putting his ideas into his artwork. He is so creative. Майкл өз идеяларын өнер туындыларына айналдыруда өте жақсы. Ол өте креативті. Бұл 5 сөзді сіздер адамның мінез-құлқын сипаттаған кезде қолдана аласыздар. Reliable, honest, patient, responsible, creative. Ал енді бүгінге осы. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий жазып және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. See you!